Қазақ қызы шығармасы ұлттық рухты, қазақ әйелінің болмысы мен тағдырын терең сипаттаған көркем шығарма. Ілияс Жансүгіровтің қаламынан туған қазақ қызы шығармасы. Даланың ерке самалымен тербелген қызғалдақтай қазақ қызының болмысы сұлулықтың символы. Ақын жырлаған қазақ қызы ажарына ақылы сай, рухы биік еркіндіктің асқақ танындай. Оның шашбауының сыңғыры, даланың әуені, күміс шолпысының үні, тарихтың сыбдыры іспеттес. Әр басқан қадамынан еркін даланың киесі, ата-бабаның өнегесі мен тектілігі көрінеді. Ол тек нәзік гүл ғана емес, тұлпар үстінде желмен жарысқан ер жүрек даланың еркесі, қолынан өнер тамған шебер қыздың кестесінде ұлттың коды, халықтың арман тілегі өрілген өрнегі. Ілияс Жансүгіровтің қазақ қызы шығармасы бір адамның тағдыры ғана емес, бұл ғасырлар бойы үнсіз қалған қазақ әйелінің шындыққа толы үні. Бұл шығармада нәзіктік пен қайсарлық, тағдыр мен таңдау, өткен мен бүгін қатар өріледі. Қазақ қызы тарихтың көлеңкесінде қалған бейне емес, ұлттың ар-намысы, ұлттың тағдыры. Бір қыздың қарапайым бейнесінде тарихтың терең сиқыры жасырылған. Ілияс Жансүгіровтің қазақ қызы шығармасы ескіліктің бұғауынан шығып, кеңестік дәуірде азаттық алған, білімге ұмтылған қазақ қызының жаңа бейнесін суреттейтін туынды. Шығармада қыз баланың бұрынғы күндік өмірі мен бүгінгі теңдік алған еркін, белсенді тұлғасы салыстырылып, әлеуметтік өзгерістер жырланады. Төңкерістен кейінгі өзгерісте, Октябрь революциясынан кейінгі заманда әйелдердің ескілікті қиратып, еңбекке араласқаны, сауатын ашқаны баяндалады. Сол дәуірдегі қазақ қызы еркіндікке зәру болды. Ол өз тағдырын өзі шешуге ұмтылды. Ақын осы арқылы бір ғана қыздың емес, тұтас бір халықтың ояну кезеңін көрсетеді. Қазақ қызының кезіндегі мұң, ұлттың мұны, жүрегіндегі үміт, елдің ертеңіне деген сенім еді. Бүгінгі тәуелсіз заманда қазақ қызы мүлде басқа биіктен көрінеді. Ол білімді, батыл, өз таңдауын жасай алатын тұлға. Осылайша қазақ қызы өткеннің шежіресі ғана емес, бүгінгі күнмен үндесетін рухани мұра. Кешегі қайсарлық бүгінгі сенімге айналды. Ал қазақ қызы қай заманда да ұлттың айнасы болып, бүгінгі тәуелсіз заманда қазақ қызы мүлде басқа биіктен көрінеді. Қорытындылай келе, Ілияс Жансүгіровтің қазақ қызы поэмасы қазақ әйелінің